Біз үйреніп қалған автомобиль әлемінің картасын ұмытыңыз. Германия, Жапония, Детройт. Остері енді жоқ. Ондаған жылдар бойы Toyota мен Volkswagenнің билігі мызымастай көрінетін, ал қытайлық көлік тіркесі тек мысқыл тудыратын еді. Яғни, 3 жылдан кейін шашылып қалатын арзан көшірме деп қабылданатын. Бірақ 2023 жыл тектоникалық өзгеріс әкелді. Нақты статистика растады. Қытай ресми түрде ескі патшаларды тақтан тайдырып, ғаламшардың басты автоэкспорттаушысы ретінде таққа отырды. Бұл қарама-қайшылық таңғалдырады. Өйткені бұдан бар болғаны 40 жыл бұрын Қытайды велосипедтер патшалығы деп атайтын. 80-ші жылдары Бейжіңге барған шетелдіктер сюрреалистік көріністі, яғни шегі жоқ, қоңырауы сыңғырлаған велосипедтер теңізін көретін. Ол кезде жеке автокөлік партия элитасы үшін ғылыми фантастика болса, қарапайым жұмысшы спортқа арна емес, ұшқыр кептер атты сенімді велосипедке жылдар бойы ақша жинайтын. Сандар бәрін айтып тұр. 1980 жылы миллиардтаған халқы бар елде күлкілі деңгейдегі 5000 жеңіл көлік қана өндірілді. Бұл Детройттағы миллиондаған көліктің жанында теңізге тамған тамшыдай ғана еді. Кеше ғана көк жұмыс киіммен жаппай педаль айналдырған ұлт, қалайша бүгін әлемді жоғары технологиялық электрокарларға толтырып, Илон Маскты уайымдауға мәжбүр етті. Бұл жай ғана экономикалық ғажайып емес. Бұл өнеркәсіп тарихындағы ең айлалы және көреген жоспарлардың бірінің нәтижесі. Бәрі технология үшін марық атты айлалы стратегиядан басталды. Қытай үкіметі мүмкіндіктерін байыппен бағалады. Ғасырлар бойы іштен жанатын қозғалтқыштарын жетілдірген немістер мен жапондарды қуып жету пайдасыз еді. Сондықтан шекараны қатаң шартпен ашты. Қытайлықтарға көлік сатқыңыз келе ме? Зауыттарды осында салыңыз. Бірақ жергілікті компаниялармен 50-50 серіктестікте ғана жұмыс істейсіз. Алтын нарыққа көзі тұманданған батыс концерндері арзан құрастыру алаңын таптық деп ойлап келісе салды. Іс жүзінде олар өз қолдарымен болашақ бәсекелестерін оқытты. Қытайлық инженерлер ондаған жылдар бойы батыс мамандарының артында тұрып, сапа стандарттары мен өндіріс мәдениетін бойына сіңірді. Алайда, сәттіліктің басты құпиясы көшіруде емес, бұрылыста басып озу тактикасында жатыр. 2000-ші жылдардың басында Бейжіңдегілер түсінді. Олар ешқашан BMW-дан артық мотор жасай алмайды. Сол кезде Қытай тәуекелге бел буып, ол кездері жұрт күлкіге айналдырған технологияға, яғни электромобильдерге бәс тікті. Әлем дизельдің болашағы туралы дауласып жатқанда, Қытай мемлекеттік деңгейде жаңа индустрияға ақша құйып жатты. Бүгінде олардың үстемдігі 3 тағанға негізделген. Ресурстарды толық бақылау. Қытай жай ғана көлік құрастырмайды, ол олардың жүрегін қолында ұстап отыр. Ел алдын ала бүкіл әлем бойынша литий мен кобальт кен орындарын сатып алды. Бүгінде CATL және BYD ғаламшардағы барлық ақ аккумуляторлардың 70% өндіреді. Тіпті Tesla мен Mercedes-те де жиі қытайлық партиялар тұрады. Гладиаторлық арена. Қытайдың ішкі нарығы, жүздеген брендтер қанды баға соғысын жүргізіп жатқан қырғын алаңы. Бұл күресте аман қалып экспортқа шыққандар бағасы мен сапасы жағынан кез келген батыс бәсекелесін ұрып жығатын шыңдалған жауынгерлер. Цифрлық жылдамдық. Батыс концерндері дамудың 5 жылдық циклдермен өмір сүрсе, қытайлықтар бұл процесті 24 айға дейін қысқартып, көліктерді смартфондар сияқты тез жаңартып отырады. Бұл жоспар іске асты ма? Таблоға қарайық, өйткені сандар алдамайды. Және бұл сандар шошытады. Авто әлемде ұзақ уақыт бойы мызғымас үлкен үштік Жапония, Германия және Корея билік құрды. Оларды орнынан қозғау мүмкін еместей көрінетін. Бірақ 2023 жылы тарихи бетбұрыс болды. Қытай мүмкін еместі жасады. Ресми түрде Жапонияны басып озып, әлемдегі нөмірі 1 автомобиль экспорттаушысы атанды. Бұл есепке мән беріңіз. 2023 жылы Қытай шетелге 5,22 миллион көлік жөнелтті. Ондаған жылдар бойы тәжді ұстап келген Жапония 4,42 миллион көрсеткішімен артта қалды. Германия одан да қатты қалып қойды. Бірақ нағыз сенсация бұл динамика. 2020 жылы Қытай миллионнан аз экспорттаған еді. 3 жыл ішінде 5 есе өсу. Тарихта ешбір индустрия мұндай күрделі нарықта мұндай жарылысты секіріс көрсетпеген. Скептиктер, мұның бәрі Ресейдің кесірінен дейтін шығар. Және олар ішінара дұрыс айтады. Батыс брендтері кеткеннен кейін Қытай іс жүзінде Ресей нарығын монополиялап, ол жаққа 900 мыңға жуық көлік жіберді. Бұл қуатты серпіліс. Бірақ теңдеуден Ресейді алып тастасақ та, Қытай бәрібір феноменалды түрде өсіп жатыр. Олар Мексика нарығын басып алды. Таиланд пен Австралияда сатылым көшбасшысы болды. Еуропаны агрессивті түрде шабуылдауда. Бүгінде Қытай сөзсіз әлемдік фабрика. Жыл сайын онда 30 миллионнан астам автомобиль құрастырылады. Ауқымды түсінуіміз үшін АКШ шамамен 10 миллион, Жапония 8 миллион өндіреді. Яғни бүгінде жер шарындағы әрбір үшінші автомобиль Қытайда дүниеге келеді. Бұл енді қуып келе жатқан ел емес, бұл доминант. Сіз олар нарықты тек арзан жұмыс күшінің арқасында басып алды деп ойлайсыз ба? Жоқ. Токио мен Штутгарттағы консервативті инженерлер жіберіп алған нәрсені қытайлықтар бірінші болып түсінді. Жай ғана автомобильдер дәуірі аяқталды.
еуропалықтар ондаған жылдар бойы қозғалтқыштарды жылтыратып саңылауларды өлшеп жүргенде Қытай тұтынушының санасында төңкеріс жасады. Олар түсінді, қазіргі адамға басқарымдылық немесе бренд мұрасы қажет емес. Оған дөңгелегі бар iPhone қажет, оған вау-эффект керек. Қытайлықтар көлікті үй мен кеңседен кейінгі үшінші өмір сүру кеңістігіне айналдырды. Онда автопилот кептелісте тұрғанда кино көруге, ойнауға, караоке айтуға немесе ұйықтауға болады. Оның үстіне олар автоөнеркәсіпке fast fashion ұғымын әкелді. Дәстүрлі брендтер модельдерін 5-7 жылда бір рет жаңартады. Бұл тұтас мәңгілік. Қытайлықтар әрбір 1,5 жыл сайын рестайлинг жасап, дизайнды, оптиканы және бағдарламалық жасақтаманы смартфон өндірушілер сияқты жиі ауыстырады. Олар әлемді жаңалыққа тәуелдетті. Заманауи қытайлықтан жаңа еуропалыққа ауысқанда, сіз көбінесе атаңыздың көлігіне, сенімді, сапалы, бірақ үмітсіз іш пыстырарлық көлікке отырғандай боласыз. Дәл осы вау-эффект олардың басты қаруына айналды. Көпшілік елемейтін тағы бір қуатты көзір бұл дизайн. Келісіңіз, айырмашылықты байқамау қиын. Бұрын күлкі тудыратын көліктер енді көшеде мойын бұрғызады. Мұндай эволюцияның құпиясы неде? Кадрларды гениалды түрде рейдерлік жолмен басып алуда. Қытайлық бастықтар түсінді. Технологияны көшіруге болады, бірақ стильді сезіну керек. Бұған үйрену тым ұзақ, сондықтан олар Еуропаның алтын қарындаштарына аңшылық ашты. Шарттар патшаларға лайық болды. Таудай ақша және мұра диктатурасынсыз толық шығармашылық еркіндік. Нәтижесінде топ менеджерлер жаппай кетті. Rolls-Royce Куринанды салған адам Джайлз Тейлор қазір Хунце үшін стиль жасайды. Audидің агрессивті келбетінің авторы Вольфганг Эгер BYD үшін жұмыс істейді. Бентлидің сән салтанаты Зикерге Штефан Зилаф, ал BMW-ның спорттық рухы Great Wall-ға Пьер Леклерк ауысты. Сондықтан әдемі қытайлық көлікті көргенде таңғалмаңыз. Іс жүзінде бұл еуропалық дизайн мектебі жай ғана ақысы юаньмен төленген. Қытай сурет салу сабақтарын алмауды шешті. Ол жай ғана ең жақсы мұғалімдерді жалдады. Бірақ дизайнерлерді сатып алу бұл тек бастамасы ғана. Илон Маск пен Toyota үшін нағыз қорқыныш ойынға бұрын ешқашан көлік жасамағандар кіргенде басталды. Елестетіңіз, Apple 10 жыл бойы автомобиль жасауға тырысып жобаны жапты. Қытайлық Xiaomi мұны 3 жылда жасады. Олардың SU7 седаны Porsche сияқты көрінеді, Tesla сияқты жүреді, ал бағасы бюджетті көліктей тұрады. Қорытынды, алғашқы 27 минутта 50 мың тапсырыс. Немесе Huawei-ге қараңыз, олар зауыт салған жоқ, олар басқалар үшін миға айналды. Huawei жүйесі автомобиль ішінде Volkswagen немесе Mercedes-тің кез келген бағдарламалық жасақтамасынан жылдам және бірқалыпты жұмыс істейді. Қытай смартфон мен көлік арасындағы шекараны жойды. Енді бұл бірыңғай эко-жүйе. Көлік сіздің музыкаңызды, маршруттарыңызды және ақылды үй параметрлерін біледі. Осының аясында әлі күнге дейін қате мәзірлермен әуре болып жүрген батыс алыптары iPad тегеруге тырысып жатқан динозаврлар сияқты көрінеді. Бірақ қызғылт көзілдірікті шешейік. Егер бәрі мінсіз болса, әлем Toyota мен Volkswagen-ді баяғыда ұмытар еді. Бұл жылтыр жетістіктің жарнамада айтылмайтын қараңғы жағы бар. Қытай керемет өнім жасауды үйренді, бірақ әзірге сервис тақсатып тұр. Көлік сатып алу оңай, ал жол апатынан кейін жөндеу аман қалу күресті. Еуропалықтарда логистика ондаған жылдар бойы жолға қойылған. Бампер сынса, ертең жанасына келеді. Қытайлықтарда бәрі басқаша. Сіз $60,000 премиум электрокар сатып алып, кішігірім апатқа ұшырап, 3 айға тұрақта қалуыңыз мүмкін. Каталогтар хаос, бөлшектер мәңгілік ой келеді, ал кейде оларды жай ғана өндірістен алып тастайды. Қазіргі бүкіл қытайлық автоөнеркәсіп бұл мәңгілік бетамысқа. Жарқын, технологиялық, бірақ шикі. Дегенмен жоққа шығару ақмақтық, қайтпас нүктеден өттік. Автомобиль әлемінің картасы қайта жазылды. Батыстың гегемониясы енді жоқ. Біз дәуірлер ауысып жатқан бірегей уақытта өмір сүріп жатырмыз. Мүмкін 10 жылдан кейін біздің балаларымыз Toyota Corollaға, біз дискілі телефондарға немесе кассеталық плеерлерге қарағандай қарайтын шығар. Цифрлық болашақтың қысымына шыдай алмаған сенімді классика деп. Ал сіз тәуекел етіп, бүгіннен бастап қытайлыққа отыруға дайынсыз ба? Әлде олар логистиканы жолға қойғанша күтесіз бе? Пікірлеріңізді жазыңыздар, қызу талқылау болады. Және әлемнің қалай өзгеріп жатқанын жіберіп алмау үшін жазылыңыздар. Кездескенше.